Көп қорқытады, терең батырады. Көптің аты көп, көпке топырақ шаша алмайсың, қарсы келе алмайсың. Көп жеңеді, қорқытады да. Ертеде бір хан болыпты. Оның уәзірі бар екен. Бір күні ол уәзірлерін шақырып алып, біздің артымыздан өсиет болып қалатын бір нақыл сөз табыңдар. 3 күнге мұрсат беремін, дейді. Уәзірлері ханға қарсы келмей, айтқаныңыз болсын деп бас шұлғып кете барады. Бәрі жиналып ойланып, қандай сөз қалдырамыз деп күйзеледі. Бірақ бәрі артық мәмілеге келе алмай, істі келесі күнге қалдырады. Екінші күні де әр ойланып, бер ойланып, қандай сөз қалдырарын білмейді. Сөйтіп, ең соңғы ақтық күнде келеді. Уәзірлер қатты сасады. Қалайда бір өсиет сөз қалдырулары керек. Жамырап әркім әртүрлі пікірлер айтады. Бірақ оның бәрі көңілден шықпайды. Іс насырға жабады. Мойындарына су кетіп, қариялардан сұраймыз ба, қайтеміз деп келе жатқанда, өз шаруасымен кетіп бара жатқан бір қарияны көреді. Көздеріне көк шыбын үймелеп, жүректері тас төбелеріне шығып келе жатқан уәзірлер оған дүрсе қоя береді. Қорқып кеткен шалға өсиет боларлық сөз таппаса, өлтіретіндерін айтады. Қапелемде оның аузына да сөз түспей, мардымды ештеңе айта алмайды. Содан уәзірлер шалды үлкен дарияға лақтырмақшы болады. Шалды детектетіп, дарияның жағасына алып келеді. Суға енді лақтыра берем дегенде, шал таптым деп қуанып айғайлап жібереді. Уәзірлері жалма-жан аяқ қолын босатып, ал айт дегенде, шал көп қорқытады, терең батырады деген екен. Сөйтіп шал да уәзірлер де өлімнен аман қалады. Ал ең бастысы, бұл сөз мақал болып, халықтың жадында сақталыпты. Елден ауған өлгенше жылайды, жерден кеткен көмгенше жылайды. Бұл өзге жерге елге қоныс аударғандар туып өскен елін, отанын өлгенше аңсап, сағынып өтеді дегені. Ал өлген адамдар, жерден кеткен адамдар, оларды ел жұрты жерге көмгенше жылап-сықтап шығарып салады дегені. Бөлтірік қартайған шағында ежелгі ата мекеніне оралып, ағайын туғандарымен көрісіп табысады. Өмірінің көбі кетіп, азы қалғанына ма, болмаса ата мекенінің қасиеті қозғады ма, бөлтірік өзінің жағдайын, көңіл күйін сұрай келген ағайындарымен әңгіме үстінде жиі көзіне жас ала береді екен. Бір жолы әңгімелесе келген ағайындарының бірі: «Әз аға, көзіңізге жас ала бердіңіз ғой, босай бермей өзіңіз бекітсеңіз еді» десе керек. Сонда інісінің тілегін қабыл ала отырып, бөлтірік өзінің көңіл күйін мынандай 2 ауыз сөзбен жеткізген екен: елден кеткен өлгенше жылайды, жерден кеткен көмгенше жылайды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.